Капар кызы, кайырлы күн. Бизге суhbat берүүгө келишкениңизге миң алғыс. Алдымен өзүңүздүн тууган жериңиз, отбасыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Сәлеметсіз бе? Рахмет, мені шақырып, осындай жаңа сұхбат алып жатқаныңызға көптен көп рахмет. Мен Абдрахманова Гүлмира Қапарқызы, қазіргі Алматы облысы, бұрынғы Талдықорған, Қапал ауданы, Калиновка деген ауылда өмірге келдім. Мұғалімдер отбасында 8 ағайындымыз. Яғни сиз 1986 жылы кай жогорку окуу ордунун студенти едиңиз. Жашыңыз нечеде болду? Мен ол кезде жасым сол мектеп бітірген уақыт қой, мектеп бітірген 16-17 жас. Алматыдағы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының бастауыш оқыту педагогика методика факультетінде оқуға түстім. Ол 1982 жылы мектеп бітірдім, 82 жылы сол оқу кезінде, 83 жылы айтпақшы. 83 жылы. Әрине, ызгарлы желтоқсан окугасына сиздин көңүлүңүзгө сыза түсүрүп, көзгө жас келеді. Дегенмен сиз осы көтеріліске қалай катышып жүрсүз? Касыңызда кім болды? Бұл енді 15 желтоқсан күні біз жатақханада, жаңағы 5-ші жатақхана Жандосованың бойында Каспийдің ИСТФАК пен ПМНОның студенттері сол жатақханада біз тұрақтайтынбыз. Сол 15 желтоқсан күні пленумның шешімі бойынша деп біз енді студенттер кешке жақын отырып сабаққа дайындаламыз ертеңгі күнге. Сол телевизордан пленумның шешімі деп жаңа диктор хабарда таныстырып айтып кетті, хабарлап. Қазақстан Республикасының бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев орнынан түсіріліп, орнына аты жөнін ұмытқам, бірақ фамилиясын білемін, Колбинді тағайындады деп. Содан кейін қасымдағы екі құрбым, біз үшеуміз тұратынбыз. Қасымдағы екі құрбым бәріміз бір-бірімізге қарадық та, неге үйтті екен, неге Қонаев атамызды түсіріп тастады екен деп, сондай бір ой қалды бізде, кәдімгідей күдіктеніп, сондай неге, не себепті деп. Содан кейін таңертеңінде біз сабаққа келдік. Жаңалығымызды айтып, не болды, неге Қонаев атамызды түсіріп тастады деп, 5-ші этажда математика сабақ өтіп жатқан апайымыздың аты Нұржанова Шаткүл, әлесінде сабақ жүріп жатқан кез, бізде Панфилов паркіне қарама-қарсы 7 қабатты оқу орнында оқыдық. Сол 5-ші қабатына бізге қатты айғайлаған бір футбол алаңынан шыққан сияқты дауыс естілді. Біз бәріміз не болды деп шыдай алмай, енді орнынан тұруға болмайды, ол жерде тәртіп, сабақ өтіп жатыр. Бірақ біз оған қарамадық, жаңағы дауысқа біз шыдамадық. Атып тұрып, жастар барлығымыз жаңағы өңкей өзі ПМНОда 31-33 қыз оқыдық. Бәріміз терезеге қарасақ, жастар қолдарына жаңа жазып алған транспарант, бәрі деген қазақ болсаңдар шығыңдар алаңға деп, қолдарына жаңағы әр ұлттың көсемі өз ұлтынан болу керек деген Лениннің сөзін жазып алған екен. Содан жаңағы бірімізге қарақтап, бізде барайық апай деп сөйтіп едік, ол кісі есікке тұрып алды. Сол кезде қазіргі бастауыш сыныптардың төл оқулығы, әдебиеттік оқу кітабының авторы, қазір доцент, профессор Қабатаева Бидана, менімен бірге оқыған курстасым. Ол өзі сол біздің группамыздың комсоргы болған, өте сондай ақиқатты, шындықты бетіне айтатын патриот қызымыздың бірі. Жаңағы мұғалімнің айтқанына бой бермей, апай жоқ, 4 жол өлеңді оқы жіберді де, апайды кәдімгідей орнынан былай сырғыты жіберіп, есіктен бәріміз атылып жүгіріп төменге түстік. Төменге түссек, астын жауып тастапты 1-ші этажда есігін. Содан 2-ші этажға ИСТФАКтың жаңа студенттері, мұнда келіңіздер қыздар деп, ол сол жылы 86 жылы қыс өте сондай не болды, суық болды, аязды болды, қар ызғарлы болды. 2-ші этажда кәдімгі сугроб дейді ғой, қар үйіліп қалған, сол қармен біз әлгі сырғанап төменгі 1-ші этажға түсіп, ары қарай жаңа топқа қосылып, жаңа алаңға, ол кезде біз жаңа алаң дейтінбіз қазір. Сол кезде, сол заманда, совет заманында ол жерде не болып тұратын, салтанатты парад, сондай. Сол жерге жиналыпты, сол жерге барсақ, әр жерде жастар, әр жерде топ-топ болып тұрған адамдар, жаңа алаңды қоршап алған солдаттар, ешқандай жібермей тұр. Содан кейін біз сағат қанша 10 кезінде бардық, 10, 11 болды, 12 болды, 1 болды. Содан бір жақсы интеллигентный киім киген
жасы әдемі жігіт келіп, қыздар неғып тұрсыңдар, қайтыңдар үйлеріңе, общежитияларыңа барыңдар, тоңып тұрсыңдар ғой дегеніне қарамастан, жоқ біз күтеміз не болса да деп. Содан бір уақытта тұрған солдаттар оцепление дейді ғой, жаңағы қоршап алған мира жағынан да және қарама қарсы жаңағы көшенің атын жағын ұмытып тұрмын, екі жақтың да оцеплениясы ашылған кезде жастардың барлығы жүгірді орталық жаңағы алаңның алдына. Біз де жүгіріп баратырмыз, бәріміз барып жаңағы жерде бір-бірімізді күнде көріп отырғандай, бір отбасының балаларындай жаңағы жастар деген сол жерде мен көрдім. Қандай жаңағы жүректерінде батылдық, сондай керемет әсер. Енді ана жерде жыламасқа болмады. Кейбіреулер жылап жатыр, кейбіреу жаңағы неге біздің жаңағы хатшымыз бірінші мына елімізді басқарып отырған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты алып тастап басқа ұлт өкілін қояды. Кәне бәріміз қарсы тұрайық, біздің ағамызды шығарсын, Қонаевты мына жерге шығарсын, біз көрмей кетпейміз деп сөйтіп тұрып алдық. Содан сағат 3 болды, 4 болды, зиялы адамдары келді, ішінде Роза Бағланова, ішінде жақсы жаңағы қазіргі сол замандағы қоғам қайраткерлері президиумға келіп кешкі сағат 6 кезі. Қайтыңдар жастар, бұларың болмайды, сендер бұларың дұрыс емес деп еді, жастар оған көнбеді. Қар лақтырып жатты, болмайды деп, жоқ бізге шығарыңыз деп. Содан кешкі 8 болды, біз ана жерде уже кешкі жақын қатып тоңа бастадық. Ол кезде сол күнгі ызғар енді әлі есімнен кетпейді, өте бір бізбен бірге табиғаттың өзі сол жаңағы бойымыздағы сезімімізбен бірге оянғандай болды. Содан жатақханаға келдік. Бұл 16 желтоқсан күні болатын. Ол күні осындай болды. Ешқандай жаңағындай неге көрген жоқпыз. Қысым. Жалпы сол күндері милиция қолынан ұсталдыңыз. Олар сізге жәбір көрсетті ме? Жоқ, мен ұсталған жоқпын. Ол мен айтып берейін ретімен. 17 желтоқсан күні біз жаңағы қайтадан алаңға, біз түнде келдік, таңға жуық сағат 2 кезінде түнгі ұйықтап жатқанбыз, тағы бізге жастар келіп, бір топ жастар, шығындар жастар, барасыңдар ма деген кезде, я барамыз бәріміз деп, жаңағы оның үстіне мен әлде оқу 82 жылы 10 жылдықты бітіргеннен кейін, бір жыл мен ауылымда өзім Калиновка селосында комсомол секретарі болып, мен коммунист қатарына өткенмін. Соның қасымдағы екі құрбыма қыздар, мен партия қатарындағы коммунистпін, мен барсам қалай болады, сіз байқаңыз, жаңағы сен байқа Гүлмира, ұсталып қалсаң бәле болар, жаңағындай өзің коммунистсің. Соны қыздарының өзім құрбыларым қатарынан қалым келген жоқ. Мен де бірге шықтым түнгі сағат 2-де, жаңағы бір топ бүткіл общежитияның жастары бәріміз жаңағы жаяу Сәтбаеваның бойымен, анау Жандосовадан Сәтбаеваның бойымен қаз-қатар тура шагайттап неге келдік алаңға. Алаңға келсек, әр жерде жастар от жағып отыр екен. Соны бүйтіп аралап, бүйтіп қарап жүрміз ғой, енді ешкім жоқ, жастар көп толған. Өзім жерлестерімді көрдім, біреу политехта оқиды, біреу СХИда оқиды. Сөйтіп тұрған кезде прожектор бізге жаңағы жап-жарық прожектор түсірген кезде ойымызда ешқандай жаңа артынан осындай қиын болады, қысым болады деп ой жоқ. Жүрегіміз таза, кәне тұрайық, ата-анамыз бізді новостидан көрем екен деп түсіріп алып жатқан шығар деп ойлап, үшеуміз қатар бүйтіп қас қиып тұрып, жаңа прожекторда тұрдық, біз жарық түсіріп жатыр да. Содан таңға жоқ, енді шаршадық, кеттік қайтадан жатақханаға. Сағат 8 кезінде қайтадан келдік. Келсек, сол күні басталды. Жаңағы қазақтар емес, көбісі басқа ұлт өкілдері, орыстар, қолдарында дубинкасы бар, шиптары бар, қылқаны бар. Содан жаңа овчаркамен, одан водовозбен ыстық су құйды бірінші, шашырап. Бәріміз жап-жақсы бейбіт болып тұрғанбыз, тып-тыныш. Жаңағыдай әкеліп машина үйіліп төгіліп, жаңағы солдаттар келді, одан сапқа тұрды, одан водовоздар келді, не істейді екен деп. Бұлардың қандай ойы бар, бір уақытта суды алып лақылдатып, бірінші ыстық су шашты, одан барып суық су, содан зымырап бәріміз қаша бастадық. Жаңа солдаттар қуып, қолындағы дубинкасымен ұрып, енді несін көріп жатсыздар ғой документалды фильмді. Соны тура соның ортасында, соны өз көзіме көрдім. Бұл күнді мен еске алсам, әлі күнге дейін кеше көргендегі деймін. Мен ұмыта алмаймын ол күнді. Сонда тәуелсіздікке кішкене болса да үлесіңіз бар ма? Енді қатар жүріп, мен 18 күні біз бармадық, өйткені біздің кураторымыз алдына салып тұрып, айтсам солай айтайын, алдына салып тұрып общежитияға келіп, бізді автобусқа отырғызып, жаңағы негемізге алып кетті, оқу орнымызға. Ешқайда бармайсыздар, түсініктеме жаздырып алды. Одан кейінгі көрген күніміз,
күнде немізге аудиторияға білмеймін қай жақтың адамдары қап суреттер әкеп төгіп тастап жаңа жерге суретті әкеп бетіңе сәйкестендіріп мына сен ба сен емес па деп тексеріп солай қарады. Сол кезде көбісі жаңағы шаштары ұзын қыздар шаштарын қиюға дейін барды, түрін өзгерту үшін. Қорықтық қой. Группамыздан Бегалиева Клара деген жаңа курстас подружкамыз, құрбымыз оқудан шығарылды, ол ұсталынып қалды. Қалған басқа қыздарымыз дін аман, әйтеуір аман есен біз одан құтылдық. Өз көзімен көрдім, бірақ енді Құдай сақтап, мен ол кісілердің қолына түскен жоқпын. Су шашқан кезде мен ана әр үйдің жаңағы подъездінде қашып тығылып, сатып жіберетін адамдар да болды. Есігін тақылдатып, пожалуйста, көмектесіңізші, кіргізіңізші үйіңізге деген кезде, нет деп шығып алып тұрып, здесь, вот здесь тут находится, поймайте ее деп жаңа айғайлаған жаңағы басқа ұлт өкілдері болды. Сол кезде екі ұлттың арасында бір не болды, кәдімгі түсінбеушілік па білмеймін, ана сатып жіберетіндей адамдарды өз көзімізбен көрдік. Содан әйтеуір қашып тығылып, қалай жеткен, автобустар жүрмейді. Бір 2,5 сағатта жатақханаға жеттім, үсті басым бәрі су, қалпағым қайда қалғанын білмеймін. Бір уақытта қарасам, пальтомның жағасы жоқ. Ол кезде писет жағалы пальто киетінбіз. Сөйтсем, пальтомды шешіп алып қарасам, ана қуған кезде жаңағы бір солдат тура желкемнен тартқан кезде ұстайын деп, сол жағаға қол ілінген ғой. Сол кезде жағамды жұлып алған болу керек деп бүйтіп шешіп қарасам, жоқ, жағам бір түймесінен ілініп қапты. Деп соң кейін әйтеуір жағым қалып қой деп сол. Бірақ жастар енді көп жастар қолға түсті. Оларды жаңағы айтып жатса, қазір мына бір-бірімізбен кездесіп тұрамыз. Сол кезде айтады ғой, қарагөз қазақтың жігіттері жаңағы милицияда жауынгер болса да, қазақтың қыздары, қазақтың жігіттері жаңа автобусқа бүйтіп лақтырып кіргізіп жатқан кезде ақырындап шығып кетіңдер көмектескендері де болды. Бірақ көбі амал нешік жаңағы жаңағы Шымбұлақ Көктөбе жаққа медеуге апарып, кәдімгі көмірді тиеп апарғандай тиеп апарып, бірақ аударып ана несін артындағы тұрған тележка дей ма, жастарды солай аяқ қолын бәрін жаңағы аяқ киімдерін шешіп, киімдерін бәрін тек жұқа киіммен қарға лақтырып, қарға тастап кеткендер де болған. Содан жаяу қайтқан жаңағы студенттерді де естіп жатырмыз. Жалпы бастауыш сыныптың мұғалімі болғаныңызға неше жыл болды? Тәуелсіздікпен қатар туған шәкірттеріңіз бар ма? Яғни оқыттыңыз ба? Иә, бастауыш сынып мен өзім жаңағы бітірген оқу орным бастауыш оқыту педагогика методикасы. Мен сол қай жылы 88 жылдан бері қарай міне ұстаздық қызметімді жалғастырып келе жатырмын. 33 жылдан 34 жылға кетіп баратыр. Мектепте мұғалім болып міне бастауыш сынып оқушыларын оқытқаныма 91 жылғы тәуелсіздікті алғанымыз. 91 жылғы шәкірттерім бар, әлі күнге дейін хабарласып тұрады. Олар міне тәуелсіздікпен құрдас, жастары қазір 31 жаста, оқыттым. Олар да жаңағы апай деп көрген жерде қаншама кездесуге бардым, қаншама осындай шақырған жерге әйтеуір шамам жеткенше барып тұрамын. Өзіңіз білім беріп жүрген шәкірттеріңізге ызғарлы желтоқсан туралы айтып тұрасыз ба? Айтамын, әрине айтамын. Бұл енді біздің сол кездегі жаңағы заманымызға келген бір сондай бір енді артынан жақсылық деп айтамыз. Бірақ сол кезде көргенді қазір жастар көрмей қойса екен деймін. Өйткені біз бәріміз патриоттық, әр жастардың жүрегінде патриоттық сезім, сол кездегі патриоттық сезім өте жоғары болды. Отанын, өзін, елін, жерін сүйетін қаншама жастар болды. Қазіргі жастарға да айтатыным сондай, сол ағалары мен әпкелері сияқты, апалары сияқты болса екен деп ойлаймын. Әр жастың жүрегінде өз отанын құрметтейтін, өз отанын жанындай сүйетін жастар шықса екен деп ойлаймын. Жалпы келесі сұрағым мынандай, сол алаңға шыққан жастарды басып жаншу үшін арнайы әскер жасағы, әскери оқу орындарының курсанттары шақырылған екен. Қазақ жастарын ұрып соғып жатқандардың көбісі өзге ұлт өкілдері, бірақ қара көз қазақтарда болды дейді. Енді міне мынадай сұрақ, неге сол жастар өз ұлтына қол көтереді? Жалпы олар неге Қызыл империяның қол баласы болды ма, немесе істің ақ-қарасын ажырата білмеді ме?
енді сол кездегі өзі сондай не болды ғой, жаңағы агитация, жаңағы жастарды барып жаңағы өзінің міндетін атқару керек болды деп ойлаймын. Олар өздерінің міндетін атқару керек болды. Өйткені артынан мүмкін өкінген де шығар. Неге мен сөйтіп өзімнің ұлтыма өзім қолымды көтердім деп. Жұмыс бабымен барды деп ойлаймын мен. Ондай жаңағыдай өз ұлтымды айттым ба, Қаракөз қазақтың балалары, жігіттері өйтіп жаңағы айтып кеттім ғой, жаңа автобусқа тиеп жаңағы кіргізіп жатқан кезде көп жаңағы қыздарды, ұлдарды, жігіттерді шығып кетіңдер, қашып кетіңдер деген сондай не әңгіме де болды. Көмек болды. Иә, сондай жаңа көмек көрсетті олар. Ал олар енді жұмыста енді сондай бұйрық берілгеннен кейін амалсыздан сондайға барды деп ойлаймын. 2022 жылғы қаңтар оқиғасы, тағы да қазақ жастары алаңға шықты. Әсем, ажарлы Алматымызды талқандады. Осы оқиғаға қатысқандарды қаңтаршылар деп атауға бола ма? Сіздің пікіріңіз қандай? Енді бұл екеуінің несі жаңағы адамдардың қазіргі уақыттағы жағдайы көбінесе қымбатшылық, соны алдыға қойып шыққан адамдар артынан жаңағыдай түсінбеушілік бір неге кетіп қалды. Бұл жерде басында ешқандай қарусыз, қолдарында ешқандай таяғы да жоқ адамдар шыққан, бірақ үгітшіл неше түрлі адамдар бар ғой, солардың ықпалымен артынан сондай біздің Алматымыздың күйі сондай болды деп ойлаймын. Әйтпесе басында олар жаңағыдай бейбіт оймен, бейбіт жаңағы өздерінің оймен шықты деп ойлаймын. Ешқандай жаңағыдай өкіметке қарсы емес, бұна қымбатшылықты айтып, қазіргі заманның, қазіргі қиын жағдайды айтуға шыққан шығар деп ойлаймын. Артынан бірақ анандай болып кеткеніне жаңағы өте қиын, қаншама жастар түрмеге сотталды, қаншама жастар қыршыннан кетті. Біреуі жаңағы әкесіз қалды, біреуі баласыз қалды. Оңай болған жоқ. Бұндай жаңағындай еш уақытта елімізде екінші рет қайталанбасын деп сөйтіп өзім армандаймын да, ойлаймын да. Гүлмира Ғаппарқызы, сұхбатыңызға рахмет. Жалпы осы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында көрерменге қандай тілек айтасыз? Ал енді көбінесе мен өзім ұстаздық жолымда қаншама шәкірттер тәрбиелеп отырмын. Осы 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесі келген уақытта мен көзіме жас алмай, балаларға мен ештеңе айта алмаймын. Міндетті түрде айтқан кезде мен жүрегім бір түрлі тебіреніп, мына неме жаңағы сезім ғой, сезім көргенімді айтқан кезде мен көзіме жас алмай айта алмаймын. Балаларға, оқушыларыма әрқашан осы тәуелсіздікті айтып отырамын. Қалай жеткенімізді, оның бірден бізге оңайшылықпен келмегенін, ол 3 жылдан кейін барып жаңағы сол кездегі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік күнін жариялағаны, сол кезде мына малақайымызды аспанға лақтырып, орысша айтады ғой, неужели біздің күніміз ақталды? Өйстіп қашанғы өйстіп біз жаңағы сотталып, өйстіп жаңағындай жаманатты болып жүреміз деп ақталып, жаңағындай жастарымыздың кішкене еңсесі көтеріліп, еліміз басқа елдермен терезесі тең, тәуелсіз болып жатқанына біз өте қуандық және өзімізді бақытты деп санаймыз. Әрқашанда еліміз осылай жаңағы бейбіт заманда өмір сүрсе екен деймін. Жастарымыз әрқашанда алға қарай білімге әсіресе ұмтылып, тек жаңағы жамандықты ойламай, жақсылықты ғана насихаттап, жақсы азамат пен азаматшылар болса, одан артық ештеңе жоқ.